Қазақстанда біз азаматтарымызды дұрыс емдей аламыз дейді. Расында да байлар Қазақстанда емделмейтін, ал кедейлерді емдей алмайтын жағдайға жеткен шығармыз. Сияқтымыз, құрметті әріптестер. Елімізде 6 мыңнан астам ауыл бар, сол ауылдарда 8 миллионға жуық азаматтар тұрады. Ал жастардың саны 4 миллионға жуық болса, соның 2 миллион ауылда тұрады. Солардың кез келгенінен әлеуметтік бір сауалнама жүргізетін болсаңыздар, бірінші айтатыны медицина саласына сенімсіздік. Ажар Ғинаятқызы, оны сіз жақсы білесіз. Бірінші бағана кадр мәселесі болды, тапшылығы. Неге кадрлар жетіспейді? Өйткені жергілікті әкімдіктер тарапынан әлеуметтік қолдау жоқ. Рас қой? Рас. Дипломмен ауылға деген бағдарлама расында да өте сәтсіз аяқталды деп айтуға болады, онымен келісу қажет. Бұл өте бір тікелей осы медицина бағыты бойынша сәтсіз бағдарламалардың бірі болды. Бұл ұлттық экономикаға тікелей осы мәселені бір жіті бақылауын алса дейміз. ФАПтар салу мәселесі бойынша әлі күнге дейін көптеген ауылдарда бұл мәселе шешілмеген, шешімін таппай да келе жатыр. Одан кейін бар кредиторлық қарыздар мәселесі бар. Емханалардың әлі күнге дейін сақтандыру мәселесі оны бір жақты қылған жоқ, жергілікті әкімдіктер оған қаржы бөлінген жоқ, емханалардың тіптен кейбіреулерінікі 2 миллиард теңгеден асып кеткен. Ол Астана қаласында да бар, басқа ауыл аймақтарда бар. Менің ойымша бұл жерде Ажар Ғинаятқызы, бағанан бері сіз өз сөзіңізде айттыңыз. Жергілікті әкімдіктер, менің ойымша жергілікті әкімдіктер қалдықты принциппен қарап отқан сияқты. Тән саулығынан асқан идеология, одан асқан бағдар жоқ. Құрметті балайым Туғанбайқызы. Бағанәлдегі Алматы облысының әкімінің де жауабы мардымсыз, Түркістан облысындағы басқарма басшысының да жауабы мардымсыз. Жергілікті әкімдіктер мәдени іс-шараларға ескерткіш ашуға келген кезде олар миллиондап қаражат табады. Ал халықты ауылдағы азаматтарды емдеуге келген кезде ФАПтар мәселесін шешуге Маңғыстау облысындағы жедел жәрдемнің әлі күнге дейін осында арендаторлық жерде отыру мәселесіне келгенде жергілікті әкімдіктерде қаржы табылмай қалады. Бір ғана мысал, біз осы соңғы 3 жылда, ренжімеңіз, мен осы сіздер сөйлеген кезде бөлмеймін ғой сіздерді, бір-бірімізге құрметпен қарайық азаматтар, кімнің сұрақ қоятын, кімнің мәселе көтеретін, бір-бірімізге сәл аяушылықпен қарайық. Бұндай үкімет сағаттары ұзақ бола бермейді, сол себептен құрметпен қарайық. Біз де үндемей отырамыз ғой тыңдап. Енді осы мәселеде мен сізге бірақ қана сұрақ. Әкімдіктер жергілікті медицина мәселесін шешуде 10-дық балдық жаңағындай есеппен алатын болсақ, сіз қанша балға есептейсіз олардың жұмысын? Облыс әкімдерінің жұмысын айтыңызшы. Мен мысалы оларға 3 деген баға қояр едім. Сіз неше деген баға қоясыз? Өйткені бұқаралық ақпарат құралдары қатысып отыр. Біз мұнда бір қызықты сұрақтарды қойғандаймыз. Мен бала кезімде ауылда өстім. Бала кезімізде бір емхана ауылдағы бүкіл мәселені шешіп отыратын. Қазір ауылдарға барсаң, емхана жоқ, ФАП жоқ, медицина саласы жоқ, кішкентай капельница салатын жай медицина қызметкер жоқ. Неге сол уақытта әлде қайда бюджет төмен уақытта біз осы мәселені шеше алдық та, қазір миллиардтаған қаражат бар, то скрининг дейміз, то профосмотр дейміз, бір ауылдың мәселесін шеше алмай келатымыз. Өйткені еліміздің 50% ауылдарда тұрады. Бұл шыны керек, бұл менің жанайқайым емес. Бұл бүкіл Қазақстандағы ауылдағы тұрғындардың жанайқайы. Қазақстанда байлар емделмейді, кедейлерді өзіміз емдей алмаймыз. Осы әкімдіктерге баға беріңіз, сол ғана. Рахмет.